Өздеріңізге белгілі, біздің мемлекеттік тілдің мәртебесі қаламызда өте төмен деңгейде жатыр. Осы мемлекеттік тілімізді өзінің деңгейіне жоғарыға көтеру үшін қандай істер атқара аласыздар? Барлығыңызға да қойылатын сұрақ. Бұл сұраққа мен де жауап бере аламын. Енді өз тарапынан қосатын болсақ, жалпы негізі қарап отырсақ, кез келген тілімізді жоғарғы деңгейге көтере алмай тұрмыз. Ол неге? Мен бірінші сатыдан жоғары жақтан деп есептеймін. Өйткені жаңағы талап өте жоғары болу керек. Мысалы, кез келген жоғарыға жаңағы посттар дейміз ғой, лауазымды жерлерде тұру үшін бірінші орында мемлекеттік тілде жаңағы емтихан тапсырылу керек. Егер ол тілді білмейтін болса, онда мемлекеттік жаңағы орындарда жұмыс істеуге тыйым салу керек деген ең бірінші сондай қояр едім. Сонда ғана біз өз тілімізге деген Дело в том, что у нас два государственных языка. Сүйіспеншілігімізді көтеруіміз керек. Біз қазіргі кезде екі тіл дегенді қате айтасыз. Екінші тіл орыс тілі. Уважаемые участники, прошу соблюдать. Айтып алайын, орыс тілі ол бізде халықаралық тіл деп есептеледі.